Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін хачапуридің рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл хачапуридің ерекшелігі құрамы өте оңай, жеңіл әрі тез дайындалады. Өте дәмді болып шығады. Каналымызға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Қажетті заттардың мөлшері описание бөліміне жазып кетемін. Ең алдымен жылы суға аздаған тұзды қосып, араластырып, өте жұмсақ теста илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 15-20 минутқа тындырып, бетін жауып қойып қоямыз. Сол кезде біздің қамырымыз жұп-жұмсақ болып шығады. Енді қамырымызды ұзыншақ қылып, әрбір бөлікке бөлуге дайындаймыз. Сіздердің табаларыңыз мөлшеріне қарай көз мөлшерімен бөлсеңіздер болады. Менде шамамен 11 бөлікке бөлінді. Енді әрбір бөлігімізді аздаған ұн сеуіп отырып, дастарханның үстіне қойып, домалақтап дайындап аламыз. Дайын болған бөліктердің бетін орамалмен жауып қойыңыздар. Салмасына өздеріңізге ұнайтын сырды теркадан өткізіп дайындап алып, үстіне укроп, татымына қарай тұзын және бір жұмыртқа қосып араластырып аламыз. Бөлек ыдысымызға салып, шарик қып дайындап аламыз. Бұл біздің әрбір қамырымызға теңдей етіп салынуға өте ыңғайлы болады. Бұл аралықта біздің тестамыз тынып тұр. Осыны ұн сеуіп отырып, кішкентай домалақ қып жайып алып, ішіне бір шарик сырды салып, түйіп шығамыз. Осылай түйіп біраз үстін басқаннан кейін бір шүберектің астына салып қоямыз барлығын. Енді ең бірінші түйілген қамырымыздан бастап жұқа етіп оқтаудың көмегімен жаямыз. Қамырымызды барынша жұқа етіп жаямыз. Сол кезде өте жақсы піседі. Оқтаумен жайған кезде сырдың сыртқа шығып кетпеуін қадағалаймыз. Біздің қамырымыз жайылып болды. Енді осыны дайын шүберектің үстіне жайып қоямыз. Табамызды қатты отта қыздырып аламыз. Сол кезде хачапуриді салып пісіреміз. Ешқандай май құймайсыздар. Барлығы 5 минуттың ішінде екі жағы да пісіп болады. Бір жағын аударып, осындай майды жағып, және де ыдысқа қойғаннан кейін тағы да үстіне майды жағып қоясыздар. Бір хачапуридің пісуіне шамамен 4-5 минуттай уақыт кетті. Мінекей достар, біздің хачапуриміз дайын болды. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Сырмен өте дәмді шығады, әрі тез дайын болады. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздерге ас болсын.